Қаншама тағдыр бар, Абай. Қаншама, әрине сөзбен кейде айта салу оңай. Бармасаңшы банкке, не істейсің ол жерде, не үшін алдың деген сияқты. Бірақ әр адамның әңгімелесе отырып, әр адамға тоқталған кезде сен оны түсінесің, не үшін барғанын, қандай жағдай. Мысалға бізде жаңа айттым ғой, күн сайын хабарласады арнайы кол номер, оны да айтып өткім келеді. 8-700-855-85-85 нөміріне WhatsApp арқылы болмаса хабарласқан кезде көп неше түрлі тағдырлары бар. Мысалға кейбір бір-екі азамат жаңағы 23-18 займы бар. Мен өзім көрген, естіген. Енді ол кісіге не үшін алдыңыз десем, мысалы, баласы онкологиямен ауырады. Баламды емдету үшін дейді. Мысалы, енді ол ана өзінің баласы үшін бәріне барады. Мысалға, ол жерде ол адам оны есептеп отырмайды. Менің қарызым қашан құтылам деп, қашан құтылам, болмаса проценті мынандай ма деген ондай азаматтар қарамайды. Бірақ біз мына оқыту, жаңағы қаржылық сауатын ашу мақсатында осының барлығын үйретеміз.